Техникалық реттеу және метрология комитетінің облыстық департаменті биыл тексеріс барысында 19 заң бұзушылықты анықтап, жалпы сомасы 1 миллион теңгеден астам айыппұл салған. Олқылықтардың дені метрология нормаларын сақтамауға байланысты. Сондай-ақ аталған салаға қатысты кемшін тұстар медицина саласында да кездескен. Тақырыпты тілшіміз Айгерім Ержанова тарқатады. Жыл басынан техникалық реттеу және метрология комитеті Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің мамандары 60-қа жуық тексеріс жұмыстарын жүргізген. Оның нәтижесінде көптеген олқылықтарды анықтапты. Бұл әсіресе метрология нормаларын сақтамауға қатысты. Оның ішінде сатып алынатын тауардың сыртында көрсетілген салмақтың сәйкес келмеуі де бар. Бізде сатып алу бағдарламасы іске асырылды. Бұл ретте бюджеттен салмағы сәйкес келмейтін өнімдерді анықтау үшін арнайы қаржы бөлінеді. Осылайша мамандар 42 түрлі тауар сатып алды. Нәтижесінде оның 18-ның салмағы тауар сыртында көрсетілген салмақпен сәйкес болмай шықты. Бұл заң бұзушылықтар үшін кәсіпкерлерге айыппұл салынды. Айту керек, биыл қатаң заң бұзушылық медицина саласында орын алған. Мысалы, Ақжар ауданындағы жаңа аурухананың дәрігерлері мемлекеттік сатып алу кезінде қателікке бой алдырып, республикалық реестрде жоқ жаңа медициналық құрылғыларды өз мекемелеріне орнатқан. Бірақ бұл заңға қайшы. Сондықтан қазір оларға аппаратты қолдануға тыйым салынған. Тексеріс барысында біз Ақжар ауданындағы ауруханадан заң бұзушылықтар анықтадық. Олардың алған құрылғыларының 70% республикалық реестрде болмай шықты. Сәйкесінше біз аурухананың бас дәрігеріне айыппұл салдық. Сонымен қатар олқылықтарды жою үшін уақыт бердік. Жалпы заң бұзушылық денсаулық сақтау департаментінің ешқандай бақылау жүргізбегендіктерінен орын алып отыр. Сонымен қатар ағымдағы жылы мамандар мемлекеттік мекемедегі рәміздерді де тексерген. Туды пайдалануға қатысты бірнеше қателіктер кездесіпті. Мәселен, кейбір мемлекеттік нысандардың төбесінде желбіреп тұрған көк туымыз ескірген болып шыққан. Біз осы қаланың ішіндегі мемлекеттік және аумақтық мемлекеттік органдарда осы мемлекеттік ревизияны қалай қолданатыны туралы 50 шақты осындай жергілікті қалалық әкімдіктің саясат бөлімімен бірлесіп 50 шақты сондай тексерістер жүргізген болатынбыз. Бұл енді былай айтқанда былай заң бұзушылықтар жоқ, но кейбір кемшіліктер әрине болады. Болған кемшіліктер сол осы мемлекеттік мекемелерге барған кездерінде жойылып отыр. Жалпы 9 айдың ішінде мамандар 19 заң бұзушылық анықтап, жалпы сомасы 1 миллион теңгеден астам айыппұл салыпты. Айгерім Ержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.